Сәлеметсіңдер ме достар, менің тоқыма тоқып үйренейік каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі менің осы YouTube каналымда, видеомда мен сіздерге осы өрнектерден, мотивтерден қалай біріктіру жолдарын көрсетіп жатырмын. Табанның асты басқа сұр түсті жіптен, барлығы бірдей осындай қалыңдығы бірдей жіптерден тоқылған болатынмын. Міне көрсетіп тұрғандай осындай бұрыштарын біріктіріп тоқу жолдарын көрсетемін. Менің осы видеомды соңына дейін қарасаңыздар. Табанды көрсетіп тұрғанда міне сұр түсті жіптен кішкене кір көтереді деп көрсеттім. Бір шетінен ол менің басқа да жіптеріме эконом болды. Мынау міне аяқтың басы. Бір шетінен бұл тапочки, слетки деп те айтылады. Міне өзім көрсетіп отырғандай әрбір петлядан столбики без накида іліп тоқи бересіздер. Міне көрсетіп отырғандай. Тоқылу, біріктіру жолдары өте оңай қыздар. Менің каналыма лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін қарасаңыздар болады.
Міне қыздар, мына біреу бірден 3 жолға келеміз ғой, біріктіріп. Бұрыш жері кішкене камерадан көрінбей қалып жатқан сияқты сіздерге. Жаңағы тесік қалмайтындай, міне тесік қалмайтындай бірден осы жерді жақсылап тұрып біріктіріп аламыз. Міне былай мына жолға түстім. Енді осылай айналдырып ақ жібімізбен манжет қылып тоқып аласыздар. Тағы да қайталаймын, столбики без накида. Осындай слетки, тапочки шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.